Е, шіркін, бабаларымыз кезінде технологияларға мән берсе еді. Мүмкін осы аласапыран заманға дейін еліміз осы мүшкіл халге жетпегенін ойлаймын. Тіпті тарихтың өзі мүлдем басқа бағытта ағып, халқымызды соншама қайғылы зардаптарға толған ащы тағдыр айналып кетер ме деймін. Мысалы, Ресей 17-18 ғасырларда Германия, Франция мен Британ елдердің мамандарын қолданып, инженерлік ғылымын дамытқаны арқылы көп саласына сол дәуірдің ілгері кеткен заманауи технологияларын тартқандары мәлім. 2-300 жыл бұрын артиллерия мен мылтықтарды кең қолданған Ресей біздің елжүрек жауынгер бабаларымызды қалағанша қанға булықтырып аямай қырған. Өйткені жігіт аталарымыздың қару-жарақтары бұрынғы найза, қылыш, садақтар мен қалқандар болды. Солай бізге 8 ғасыр салық төлегендер қулық сұмдығы мен әскери күшіне сүйеніп, керісінше өзімізге отаршы бола қалды. Сол заманнан бері әлі де дұшпанға отар болып келеміз. Ерекше дамыған елдердің үздік технологиялары оларды бүкіл әлемдегі елдерге үстем болуларына әрдайым кепіл. Шын демократия мен мықты экономиканың нәтижелері толық мүмкіндіктерді қамтамастырып, қажетті түрлі мамандарға да дайындауға ықпал етеді. Ал тоталитаризм мен жемқорлыққа жол берген бейшаралардың келешегі бұлыңғыр. Украин-Ресей арасындағы соғыс айқын көрініс болып тұр. Тіпті екі түрлі өркениет қақтығысына ұқсайды. Әлбетте, жаңа технологиялар жеңеді. Оған күмән жоқ. Өкінішке орай, осы қарсыласуда біздің еліміз айдындық тарапында емес, үкіметіміз қараңғылық жағында. Өйткені аталмыш күрделі жағдайға наразы халқымыздың адастырған бастары бірікпей келеді. Қазақтың ең үлкен қасіреті ауызбірлігіміз жоқ. Елімізге және байлығымызға нақ ие болармыз бекен? Жазықсыз ұрпағымыздың бетіне қалай қараймыз? Қазақ мәңгі бодан болып қала бермек пе? Осы ойларымды 2022 жылының 16 мамырында жазған едім. Әлі айтарым мол. Каналыма жазылыңыздар.